Орал қаласында аутистикалық спектр өзгерістер бар балаларға арналған орталық жаңа ғимаратқа ауыстырылды. Олар Болат Өтемұратов қорының бағдарламасымен пайдалануға берілген орталықтың жаңа орнында 600-ден аса баланы қабылдауға мүмкіндік бар. Оралда негізінен мұндай орталық 4 жылдан бері жұмыс істейді. Содан бері мамандар заманауи әдістер арқылы аутист балаларға көмек көрсетіп келеді. Ерте жаста аутизмді анықтау мүмкіндігі артқандықтан орталықты кеңейтуге тура келген. Айта кетсек, Өтемұратов қорының аутизм баршамызға бір әлем бағдарламасы 2015 жылдан бері жүзеге асырылып жатыр. Бағдарлама аясында елімізде 10 орталық ашылып, білікті мамандар 11 мыңнан аса балаға тегін көмек көрсеткен. По согласованию с акиматом. Біз облыс әкімдігімен бірлесе отырып осы орталықты ашып отырмыз. Демеушілердің көмегімен ғимаратқа жөндеу жүргіздік. Ал қор тарапынан орталықты жабдықтадық. Мұнда жұмыс істейтін мамандардың да алдын ала біліктілігін арттырдық. Енді мамандар аутист балаларға заманауи әдістер арқылы көмек көрсете алады.